Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің Қазақстан тарихы пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты қазақ халқының материалдық мәдениетінің негізгі жетістіктерін анықтау, Қазақстан территориясындағы тарихи этнографиялық үрдістердің үздіксіздігін талдау. Бүгінгі сабақта біз қазақ халқының материалдық мәдениетін, қазақ халқының дәстүрлі баспанасын және де киіз үйдің нышаны жайлы білетін боламыз. Материалдық мәдениет дегеніміз не? Материалдық мәдениет дегеніміз баспана, киім-кешек, әшекейлер, қару-жарақ, қолданбалы өнер заттары, тағам, ыдыс-аяқ және де тағы да басқа заттар материалдық мәдениетке жатады. Халықтың материалдық мәдениеті дегеніміз халық жасаған материалдық құндылықтардың жиынтығы. Киіз үй қазақ халқының дәстүрлі баспанасы. Киіз үй жай ғана өмір сүруді қамтамасыз ететін баспана емес, ол материалдық мәдениеттің көрінісі. Үйдің жасау жабдығы мен үй кәсіпшіліктері, қолөнер мен қолданбалы өнер өте бір-бірімен тығыз байланысты. Көшпелі дәуірдегі қазақтардың баспанасы бөлшектеніп тасымалданатын киіз үй болды. Бұл көшпелілердің жыл бойы көшіп қонуға жарамды тамаша өнер табысы. Киіз үйдің іші жаздың аптап ыстығында салқын, қыстың суық ызғарлы аязында жылы температураны ұстап тұрады екен. Ол жылдам жиналады, бөлшектенеді және оңай тасымалданады. Киіз үйдің негізгі құрылымымен енді сіздерді таныстыратын болсам, ол шаңырақ, кереге, уық және сықырлауық секілді бөліктерден тұрады екен. Шаңырақ ол киіз үйдің күмбезді төбесін құрайтын ең жоғарғы бөлігі. Кереге киіз үйдің қабырғалары. Уық дегеніміз кереге басы мен шаңырақты ұстастыратын сүйегі, ал сықырлауық киіз үйдің есігі. Киіз үйдің ағаш бөліктері қайыңнан, қарағаштан, көктеректен жасалады екен балалар. Киіз үйдің сыртқы жабдықтарына, яғни киіз үйді жауып тұратын киіздеріне түндік, үзік секілді бөліктері жатады. Ал енді киіз үйдің түрлеріне келетін болсақ, киіз үйдің көлемі оның қанатының санына байланысты болған екен. Мысалға, орда салтанатты, жоғарғы мәртебелі адамдар бас қосатын, елдік мәселе шешетін, аса құрметті хан, би, сұлтандар отыратын үй екен. Елбасылар, бай, билер тұратын киіз үйлер. Ақ ала орда 8 қанатты дәулетті бай үйі. Ақ үй 6 қанатты дәулетті адамдардың үйі. Боз үй немесе қоңыр үй 4-5 қанатты орташалар тұратын киіз үй. Қараша үй ол кедей үйі. Отау жас жұбайлар үйі. Қолөнер бұйымдары қазақтар алтыннан, күмістен, асыл тастардан, сүйектен әртүрлі зергерлік бұйымдар әзірлеген екен балалар. Ұсталар қыз келіншектердің сырға, сақина, білезік, шолпы, алқа, қаптырма, шашбау бұйымдарын және де қазақтың ұсталары айбалта, қылыш, наркескен, сапы, селебе секілді қару-жарақ түрлерін соғып, сонымен қатар арнайы аттың ер-тұрмандарын дайындаған екен. Қазақтар балаларына арнап арнайы сәнді ер-тұрмандар жасатқан. Бұл жас баланың ат жалынын ұстар, жасқа толғанын ер жеткенін білдіреді екен. Ал енді балалар дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерлеріне жаңа сөздерді жазыңыздар. Күлпара дегеніміз жел, суық тигізбеу үшін басқа жамылатын киімнің түрі. Сәукеле қыз балалардың ұзатылатын қыздың киетін бас киімі. Қамқа-тон дегеніміз бай мырзалар киетін әдемілеп тігілген тон. Саптама іші киізбен қапталып тігілген ер адамдардың аяқ киімі. Жақы жылқының терісінен тігілген ерлер киімі. Шекпен түйе жүнінен тоқылған жаздық сыртқы киім. Шекпеннен су да жел де өтпейді екен.
Ал енді балалар, дәптерлеріңе бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма қазақтың материалдық мәдениетіне не жатады? Яғни кітаптарыңыздан мәтінді оқып, қазақтың материалдық мәдениетіне не жататындығын бөлшек кестеге сәйкес толтырамыз. Келесі екінші тапсырма кестені толтыр. Яғни бұл жерде кесте екі торға бөлінген, яғни бірінші торға ер адамның ұлттық киімдерін жазамыз, ал екінші бөлігіне әйел адамның ұлттық киімдерін бөліп жазасыздар. Үшінші тапсырмаға балалар қолданбалы өнер түрлерін және де олардың маңызын анықтайсыңдар. Яғни бірінші бөлікке қолданбалы өнер түрлерін және де тұрмыста қолданатын заттарды жазасыздар. Екінші бөлікке олардың маңызын сипаттаңыздар. Сабағымызды қорытындылау үшін мәдениетім мақтанышым тақырыбында шағын эссе жазып, бұрынғы және де қазіргі уақыттағы болған өзгерістерді байланыстырып, сабақтастық жасаңыздар. 100 сөзден кем емес болу керек.